қолдау көрсетейік қыз батырларымызға, жігіттер. Жетпіскелі бұл профи-дебют, яғни кәсіби октагондағы тұсау кесері. Дзюдода Азияның 2 дүркін чемпионы, самбодан әлемнің 2 дүркін чемпионы, Өзбекстанның бокстан чемпионы, Ходжинесо, азиатская тигрица Колотзинова. Жасы 29-да, бойы 170 сантиметр, салмағы 70 келі, жеке рекорды 6 кездесуде жеңіске жетіп, бір кездесуде ұтылған оның жеке жеңістері Алаш Прайд халықаралық турнирлердің бірнеше дүркін жеңімпазы, дзюдодан спорт шебері FMG турнирінің жеңімпазы, Алматы, Қазақстан, еліміздің қыз батыры Зәмзагүл Бопай Файзоллаева. Боец готов! Боец готов! Файт! Причем, the first round.
Birinci roundda yakaladı. The first round is over. Закрываем микрофон. Капа. Хорошо. Боец готов. Готов. Файт! Ikinci round. Round 2. Çıkarma. Şimdi. Duvarın üstüne. Şimdi. Ana tutarma. Şimdi çaplarına. Çaplarına dur bana dur. Çaplarına bana dur. Екі бұрыштағы секунданттардың назарына ескертеміз. Екі қадам болу керек. Внимание, предупреждение секундантов. Должно оставаться только по 2 человека.
The second round is over. Son ikinci round. Секунда! Угол! Снять нельзя! На меня разворачивайся. Окинуть! Ложки! Ложки! Цепляться нельзя! Отталкиваться! Оттяни ноги! Ноги оттяни! Ноги оттяни! Просто контроль! Подбор Роберт!
Жекпе-жек аяқталды, төрешілер ұпай есептеуде. Ал біз октагонға марапаттау рәсіміне арнайы келген құрметті қонақтарымызды шақырамыз. Еркін Кеңесұлы Әлімқұлов мырза, меценат, ел ағасы, спорт жанашыры. Также мы приглашаем на церемонию награждения наших почетных гостей, заслуженного тренера Республики Казахстан, председателя Ассоциации гребного и парусича Жарменова, больших друзей Алаш Прайда. Аса қадірменді спорт сүйер қауым, бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен. Қызыл ұрыстағы қыз батыры